Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қатпарлы қамырдың, яғни слоеный тестінің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен біз ыдысымызға салқын суымызды құйып аламыз, оның үстіне уксус саламыз, және де тұзымызды, жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Илектен өткізіп, ұнымызды салып, қамыр жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Оқтаудың көмегімен жайып, 1-2 сантиметрдей қалыңдықта біздің қамырымыз жаятын боламыз. Оның үстінде бөлме температурасында еріп тұрған осындай жұмсақ сары майымызды жағамыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп, біздің қамырымызды орайтын боламыз. Яғни 4 бұрышты етіп осылайынан ораймыз. Және де тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Мінекей біздің қатпарлы қамырымыз дайын, өте оңай болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпенен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Және де менің Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сілтемесі осы видеоның астында описаниеда тұрады. Назарларыңызға рахмет. Мінекей осылай біздің қамырымызды жайып, қалаған тәттілерімізді пісіре берулеріңізге болады. Сіздермен бірге болған мен Жайна. Сау болыңыздар.